Қайырлы күн. Бүгін ерекше дәмді, оңай әрі тез дайындалатын баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге баклажандар қажет болады. Менде үйде осындай 3 баклажан қалған екен. Соны жақсылап жуып, ортасынан бөліп, дәл видеодағыдай осылай соломка етіп, қатты жіңішке жасамай турап шығамыз барлығын. Одан кейін туралған баклажандарымызды бөлек бір ыдысқа салып, 1 шай қасық тұз салып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді кезекте қызанақтарымызды тураймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп турайсыздар. Одан кейін кинза қосамыз. Турап, оны да ыдысымызға саламыз. Және де 2 бас чеснок қажет болады. Оны да жақсылап, ұсақтап турап, салатымызға қосамыз. Енді кезекте қызып тұрған майымызға жаңағы туралған баклажандарымызды жақсылап, екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Осылай барлығын қуырып аламыз. Дайын болған баклажандарымызды салатымыздың үстіне қосамыз. Барлығын толықтай қосып шығамыз. Одан кейін көз мөлшерімен шым-шым тұз саламыз. Және де қалауларыңызша майонезбен немесе сметана қосып араластырсаңыздар болады. Мен осындай майонез қалған болатын, соны қосып араластырып жасадым. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, оңай әрі тойымды салаттың бірі болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.